Қайырлы күн. Егемен Қазақстан газетінің 18 қараша күнгі саны мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Азия даму банкінің президентін қабылдаған туралы ақпаратпен басталған. Азия даму банкінің президенті мемлекет басшысының Қазақстан халқына арналған жолдауымен таныс екенін жеткізіп, аталған стратегиялық құжаттың негізгі бөлімдеріне, әсіресе оның әлеуметтік маңызына оң бағасын берді. Сонымен қатар Қазақ даласының сұлтаны Ораз Мұхаммедке денесі көмілген Ресей Федерациясының Қасымов ауданында құран бағышталып, құлпытас қойылған туралы ақпаратта осы санда берілген. Журналист Арман Октябрь күмәні көп Көкжайлау мақаласында Көкжайлау таушаңғысы курортын салу тақырыбына тоқталып, бұған дейін қаншама қоғам белсенділері мен табиғат жанашырлары дәл қазіргі жағдайда таушаңғысы курортының Алматы үшін аса қажеттілігі жоғын айтып, дабыл қаққанын жеткізді. Ағымдағы ақпараттар мен саяси сараптамалардан бөлек газеттің бүгінгі санында тарихи талас құрылтайына арналған мақалада жарық көрді. Конференция жұмысына қатысқан барлық ғалымдар Шыңғысхан, Жошы, Шағатай ұлыстарына қатысты, Алтын Орда тарихына қатысты өз ойларын ортаға салды. Алтын Орда тарихының 750 жылдығы қазақ халқы үшін айтулы оқиға екені айтылды. Қазақстанның барлық өңіріндегі ақпаратты бақылауында ұстайтын басылымның осы санында экономикадағы елеулі жаңалықтар мен келелі кездесулер де жарық көрді. Сонымен бірге Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде Егемен Қазақстан газетінің 100 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияны өткені туралы ақпаратта шықты. Орамды ой, пайымды пікірлерді қамтыған парламент мәжілісінің депутаты, публицист, әдебиеттанушы Сауытбек Абдрахмановпен болған сұхбатта кезекті газет санының өзекті бір тұсы деуге болады. Осы және өзге де жаңалықтар мен мақалаларды Егемен Қазақстан газетінің 18 қарашадағы санынан және егемен.kz сайтынан оқи аласыздар.